Саламатсыңдар ма балалар? Кезекті тәрбие сағатына дайынсыңдар ма? Жақсы, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отанымыздың алтын діңгегі отбасы. Тәрбие сағатының мақсаты: біріншіден, бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орнының ерекше екенін түсіндіру. Екіншіден, бала бойына сүйіспеншілікті, жылылықты ұялату. Үшіншіден, ата-анасын құрмет тұтып, адал да парасатты ұл мен қыздары болуға тәрбиелеу. Төртіншіден, ата-аналары балаларының бойына сіңірген жақсы тәрбиелерін нәтижелі етуге уағыздау. Ал енді жақсы көңіл күйде болу мақсатында бір-бірімізге жылы лебіз тілектерімізді білдіреміз. Балалар, суреттен кімді көріп тұрсыңдар? Бұлар кімдер? Иә, өте дұрыс. Бұлар отбасы. Отбасы ұғымына ассоциация құрайықшы. Осы ұғымды естігенде ойларыңа не түсті? Жарайсыңдар, барлықтарының жауаптарың дұрыс. Балалар, қазір топтық жұмыстар жасаймыз. Сондықтан мен сендерді 4 топқа бөлемін: бақыт, қуаныш, береке, мереке. Бірінші тапсырма білімдіге дүние жарық деп аталады. Бұл жерде сұрақтарға ойланып жауап беру керек. Бұл бірінші бақыт тобының сұрақтары. Екінші қуаныш тобының сұрақтары. Үшінші береке тобының сұрақтары. Төртінші мереке тобының сұрақтары. Жауаптарымызды осы бойынша тексеріп шығайық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ және төртінші топ. Кішкене сергіту сәті болсын. Бәріміз орнымыздан тұрып билейік. Өте тамаша балалар. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Мақал-мәтелдерді жалғастыр. Бұл барлығымызға бірдей тапсырма. Керемет балалар, мақал-мәтелдерді бәріміз біледі екенбіз. Соңғы үшінші тапсырма: жағдаятты сұрақтар. 4 топқа 4 сұрақ беріледі, әрқайсың өз ойларыңды айтасыңдар. 4 топта өте жақсы жауап бердіңдер. Енді ойын ойнайық. Қазір мен сендерге сілтеме жіберем, сол сілтемеден өтіп ойынды бастаймыз. Жарайсыңдар балалар, бүгін барлығымыз өте жақсы атсалысып сабаққа қатыстық. Енді бір-бірімізді бағалап қошемет көрсетейік. Осымен бүгінгі біздің отанымыздың алтын діңгегі отбасы атты тәрбие сағатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.